Жаңа оқу жылына дайындық басталып кетті. Қымбатшылық әбден қажытқан ата-аналар мектеп формасын алып тастасын деген ұсыныспен петиция жариялап жатыр. Жалпы бұл мүмкін бе? Бүгін Тоқаев бір топ педагогтармен конференцияға қатысып жатыр. Тамыз конференциясында қандай мәселе айтылды? Жақындағы президенттің таэквондо таяқшасын сындырған видеосы әлеуметтік желіде қатты талқыланып жатыр. 2027 жылы елде таэквондо чемпионаты өте ме? Ал Астанада басталған қандай шара? Ақпарда аптада есте қалған жаңалықтарға тоқталам. Ассалаумағалейкум. Мемлекет басшысы бүкіл әлемдік таэквондо федерациясының президенті Чуквен Чоуды қабылдады. Қабылдап қана қойған жоқ, жұрттың көзінше таэквондо тақтайшасын сындырды. Аталған жазба әлеуметтік желіде қатты талқыланып, жұрт президенттің бұл әрекетіне лүпіл басып жатыр. Елде таэквондо чемпионаты өте ме? Осы жайлы айтайық. Бүкіл әлемдік таэквондо федерациясының елімізде аталған спорт түрінің дамуына жан-жақты қолдау көрсетуге дайын екендігін білдіріпті. Мемлекет басшысы таэквондо олимпиадалық спорт түрі ғана емес, үйлесім, тәртіп және өзара құрмет қағидаларына негізделген дүние жүзіндегі миллиондаған адамды біріктіретін философия деп тапшылады ойын. Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, елордада G1 санатындағы Қазақстан Open 2025 халықаралық рейтинг турнирін өткізу отандық спортшылардың кәсіби тұрғыдан шыңдалуына, тәжірибе алмасуына әрі ұлттық федерациясының бәсекеге қабілеттілігін көтеруге кеңінен жол ашады деді. Мемлекет басшысы бірлескен күш-жігердің нәтижесінде Қазақстанда таэквондоның танымалдылығы артып, халықтар арасындағы байланыс нығая түсетініне сенім білдірді. Ал Чуквен Чоу қонақжайлық танытып, Қазақстанда таэквондоның дамуына әрдайым қолдау көрсетіп келе жатқаны үшін Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғысын білдірді. Қазақстан президенті әлемде таэквондоның дамуына елеулі үлес қосқаны үшін Чуквен Чоуды 2-ші дәрежелі достық орденімен марапаттапты. Ал бүкіл әлемдік таэквондо федерациясының президенті мемлекет басшысына ерекше құрметтің белгісі ретінде 9-шы дан қара белбеуін табыс етті. Сонымен кешелі бері желіде тараған таэквондо ашылу салтанатын көрген шығарсыздар. Бұл шоу көрермендерді тәнті етті. Әсіресе ашылу салтанатында өнер көрсеткен әртістердің атақты кальмара ойындағы киімдерді киіп алып, елге ерекше өнерлерін көрсетті. Тіпті желдегі видеоларға қарап, елде таэквондо чемпионаты басталып кетті ме деген ой бізде де туындады. Сонымен бұл Қазақстан Open G1 халықаралық рейтингтік турнирінің ашылу салтанаты екен. Аталған рәсімге Қазақстан ұлттық олимпиадалық комитетінің президенті Геннадий Головкин қатысты. Турнир 14 мен 16 тамыз аралығында өтеді. Жарысқа 22 елден келген 750-ден астам спортшы қатысады екен. Салтанатты рәсім барысында Қазақстан ұлттық олимпиада комитетінің президенті де таэквондо дәстүріне сай жаттығу тақтасын сындырды. Қазақстан таэквондодан 2027 жылғы әлем чемпионатын өткізуге өтінім берді. Бұған дейін ұлттық олимпиада комитетінің президенті Геннадий Головкин бүкіл әлемдік таэквондо федерациясы басшысымен кездескен болатын. Айта кетейік, аталған шара барысында Бәйтерек монументі жанында да үлкен шараға жалғасты. Қазақстанда ата-аналар мектеп формасына қарсы петиция жариялады. Қазақстанда бір топ ана мектеп формасын міндетті етуге қарсы петиция жариялап, оқу орындарында оқушыларға еркін киім таңдауға мүмкіндік беруді талап етіп отыр. Петиция авторларының айтуынша, мектеп формасының бағасы жыл сайын қымбаттап, ата-аналарға қосымша қаржылық салмақ түсуде. Олар баланың білім сапасы сыртқы киіміне байланысты емес екендігін алға тартып, оқушыларға өз қалауынша бірақ реттелген және жеңілдетілген киім үлгісімен мектепке келуге рұқсат беруді сұрап отыр. Саудагерлердің мәліметінше, соңғы жылдары мектеп формасының құны 10-15%-ға дейін өсіп кеткен. Қазіргі таңда кейбір жекеменшік мектептер өзіне тән форманы енгізсе, мемлекеттік оқу орындарында бірыңғай мектеп формасы талап етіледі. Ал білім және ғылым министрлігі бұл талапты сақтап қалу қажет деген ұстанымда. Ал министрліктің өкілі Мереке Амангелдіқызының айтуынша, бірыңғай киім үлгісін оқушылар арасында тәртіп сақтауға, оқу процесін назар аударуға және әлеуметтік теңсіздікті азайтуға ықпал етеді екен. Сонымен қатар, ол мектеп формасы сән жарысы мен буллингтің алдын алуға көмектесетінін атап өтті. Қазіргі уақытта петиция 156 адамның қолдауына ие болып. Жаңа оқу жылы басталардың алдында ұстаздар да қызу дайындық үстінде. Осы орайда жылдағы дәстүр бойынша тамыз конференциясы өтіп жатыр. Биылғы жиын білім келешегі адал азамат кәсіби маман тақырыбымен аталды.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ұстаздардың республикалық тамыз конференциясына өзі барып қатысты. Қасым-Жомарт Тоқаев конференцияда былай деді: бұл өскелең ұрпаққа сапалы білім мен тағылымды тәрбие беру мәселесіне арналған өте маңызды басқосу. Ұстаз ұлттың шамшырағы. Сіздер күнделікті қажырлы еңбектеріңіз арқылы ел дамуына өлшеусіз үлес қосып келесіздер. Жас ұрпақтың бойына білім нәрін сеуіп, озық ойлы ұлт тәрбиелеп жүрсіздер. Халқымыздың зияткерлік қуатын арттыруға белсене атсалысып жатсыздар, деді. Ұстаздық жұмыстың жүгі ауыр шынымен де. Осы орайда педагогтардың жаңа легін қалыптастыру аса маңызды, дейді президент. Жас маманның жетіліп, білімін шыңдау үшін түрлі жағдай жасалу керек. Және мұғалім мамандығына өлмейтін кәсіп деп қарауға болмайды. Керісінше, шәкірттерін ұлы тұлға етем деп талпынған ұстазды ел де бағалдайды, қолдайды. Жыл сайын осы педагог мамандығына баратын студенттерге грант көбейіп жатыр. Биыл 13 000 грант дәл осы ұстаз мамандығына бөлінген. 5 жылдың ішінде дәл осы мамандыққа оқитын студенттердің қатары 2 есеге артыпты. Әрине, әр мұғалімнің басты міндеті шәкірттерін еліне қызмет ететін тұлға етіп шығару. Қасым-Жомарт Тоқаев тамыз конференциясында ауыл аймақтағы мектеп жайына тоқталып, алдағы уақытта да шалғайдағы балалардың білім алуына жағдай жасалатынын баса назарда ұстады. Қазір білім мен ғылымның заманы. Жаһандану дәуірінде озық білімді игерген, жаңа технологияны меңгерген елдің ұпайы түгел болады. Бүгін саналы ұрпақ тәрбиелей алсақ, ертең заман көшінің басында жүреміз. Сондықтан осы саланы қолдау мемлекеттің саясаттың негізгі басымдығы болып қала береді. 2019 жылдан бері білім саласының бюджеті 3 есеге артқан. Осы уақытта 1 миллионнан астам оқушыға арналған 1200 мектеп ашылды. Келешек мектептері ұлттық жобасының аясында жалпы саны 217 мектеп құрылысы жоспарланды. Қазір 128 мектеп салынды. Айта кетейік, қазір 2-ның бірі мұғалім болғысы келеді. Осы уақыт ішінде еңбек ақылары 2 есеге көбейген, тіпті педагогтың мәртебесі деген арнайы заңда қабылданды. Алдағы уақытта педагогтарға жаңа технологияның тілін түсінуге, әсіресе жасанды интеллектті үйрену міндеті тұр. Ақпарда айтарым осы болды. Айтпақшы, осы демалыста да біздің арнаны қосып қойыңыздар. Сіздер үшін тағылымды шығарымдарды көбейтетін боламыз. Аман болыңыздар.